Қайырлы күн, сіздермен бірге Нұргүл Багниязова. Біз бүгін сетевиктердің түрін қарастырамыз. Ол неше түрлі топқа бөлінеді. Ең біріншісі байқамай келіп қалғандар. Оған қандай адамдар жатады? Оған біреудің көңілін қимай келген адамдар, біреуден ұялғаннан, біреуді сыйлағаннан келетін адамдар. Ол адамдар келеді де, бірақ жұмыс жасамайды. Дәл солай кез келген компанияларға бір кіріп, бір шығып жүре береді. Келесі ол көкектер. Көкектер тіркеледі, адамдарын алып келеді, алайда жұмыс жасамайды. Олар да кетіп қалады, ал соңынан еріп келген адамдар өздері әрі қарай қолынан келгенше жұмыс жасап жүре береді. Келесі топ ол сатушылар. Сатушылар бұл керемет жандар, бұлар эксперт деуге де болады бұл кісілерді. Себебі сатқан уақытта олар тұтынушылардың жаңағы өзінің сататын адамдарына қандай айырмашылығы бар басқа компаниялардың өнімдерінен, соның барлығын түсіндіру арқылы ізденіп, барлық компанияның өнімдерін біледі. Сондықтан да бұлар сатушылар эксперт дейміз. Келесі няня, опекундар, ол топқа менің өзімде жаттым. Енді қазіргі таңда түсіндім, ол дұрыс емес екенін, сондықтан да барлықтарына айтам, еш уақытта няня болмаңыздар. Бұл топқа қандай адамдар жатады? Әр консультантына соңынан еріп, тапсырысын бергізіп, каталог басталды, жабылды, ақшасын төле, тауарын келіп тұр деген сияқты әр консультанттың соңында жүреді. Тіпті керек болса, ақшасын да төлеп жібереміз. Ақшасы жетпей жатса, болмай қалып жатса, сол осы топқа няня дегенде жатады. Келесі топ ораторлар. Бұл кісілер өте жақсы, керемет сөйлейді, мотивацияны керемет береді. Тіпті кейбір жерлерде сөз бермей қалсам, ренжіп те қалады. Ораторлар осындай топ жаңағы сетевиктердің арасында түрлері де бар. Бұл ораторлар. Келесі қыдырымпаздар. Бұл кісілер енді компанияның шараларынан қалмайды, наставниктердің жасаған шараларынан қалмайды. Алайда ешқандай команда құрып жұмыс жасамайды. Ал келесілер тұтынушылар. Тұтынушылар дегеніміз біздің 90% структурамызды құратын тұтынушылар. Бұлар да өте маңызды, керек адамдар. Ең соңғысы нағыз сетевиктер. Нағыз сетевиктер команда құру біледі, структураны құру біледі, системаны құру біледі, эксперт болып келеді өзінің маманында. Енді өзі қарайды, оқиды, оқытады, жұмыс жасайды. Осының барлығын істеп отырып, ақша табады. Нағыз сетевиктер. Барлықтарыңыздың командаларыңызда осындай керемет нағыз сетевиктер көп болсын дегім келеді. Енді бір қуантатын жай, кез келген топтағы адамдарды нағыз сетевикке айналдыруға болады. Оларға сабақ берудің арқасында, дәріс берудің арқасында кез келген топтағы адамдар сетевикке айналу әбден мүмкін. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше сіздермен бірге, сіздер үшін Нұргүл Багниязова. Сау, саламатта болыңыздар.